Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге түтікше мен түрлі түсті қағазды қажет ететін қызықты дамытушы ойын көрсететін боламын. Бізге түтікше керек, түрлі түсті қағаз керек, яғни пішін сызып алу үшін карандаш және қайшы и пішін керек. Осы арқылы біз түрлі түсті қағаздың бетіне пішіндерімізді сызып аламыз. Қалауыңызша төрт бұрышты жасасаңыз да болады, дөңгелек қылып жасасаңыз да болады. Өз қалауыңызша екі қағазға да керегіңше сызып аламыз. Біз не үшін көк түс пен қызыл түсті таңдадық? Бұнда көк түс бізде дауыссыз дыбыстарды үйрену үшін, қызыл түс бізде дауысты дыбыстарды үйрену үшін. Осылай сызған пішіндерімізді қырқып шығамыз. Яғни қанша сызсаңыздар да өз еріктеріңізде 10 болса да болады, 5 болса да болады, өзіңіздің қалауыңызша. Біз мұнда қырқып дайындап алдық көк түсті және қызыл түстіні. Енді осы қызыл түстіден бастап жазамыз, дауысты дыбыстарды жазамыз. Бірінші қызыл түске дауысты дыбыстарды жазып шығамыз. Ал көк түске дауыссыз дыбыстарды жазамыз. Енді А4 парағымызды алып, дәл осы пішінді қара карандаштың көмегімен сызып шығамыз. Осы сызылған пішіндеріміздің ішіне өзіміздің ойымыздан келген әріп дыбысты немесе сөзді жазсақ болады. Немесе балаңыздың атын жазсаңыз болады. Яғни бұл 5-6 жас аралығында, 5-6 жас аралығында балаларға арналған қызықты дамытушы ойын. Сонымен қатар бұл баланың бет бұлшық еттерін, тыныс алуды жаттықтырады, әрі балаға қызықты уақыт өткізеді. Түтікше мен үрлеу арқылы бала әріптер дыбыстарды қойып шығады.